Сәлем достар, біз бүгін сіздерге Жумонг ханның немересі ханның өмірбаяны жайлы айтатын боламыз. Видеомыз басталмай тұрып, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Жумонг хан дүниеден өткен соң, біздің заманымыздан бұрын 19 жылы таққа ұлы Юрий мен Ван отырады. Ол билікке келген уақытта тесо хан билеген Пуйо елі етек жеңін жинап үлгерген еді. Олар когуреге қауіп төндіретіндей халде болмаса да, реті келсе когурені өз дегендеріне көндіріп басқаруға тырысты. Юрий ханның тұсында когуре елінің әскер күші мығымдала түсті. Әйткенмен ол елді әкесі сияқты керемет басқара алмаған. Бұған дәлел оның тесо ханның билігін мойындап, тесо ханның қас қабағына қарап күй кешкені. Бірақ солай болды деп оны әлі патша дей алмаймыз. Өйткені ол біздің заманымызға дейінгі 9 жылы соңына елін жаулап алып, ел астанасын Немересінің қамалына көшіреді. Хюль хан дүниеге келгенде елдің көріпкелдері оның болашақта еліне қауіп төндіретіндігін, жақындарына зияны тиетін адам болатынын айтып, Юрий ханнан оны өлтіріп тастау керектігін, әйтпесе өте кеш болатынын айтады. Ел болашағына алаңдаған елдің уәзірлері де көріпкелдерді қолдап патшаға өтініш айтады. Амалы құрыған Юрий патша оны жұрттың көзінше оны өлтіргендей етіп көрсетіп, кейін жасырын түрде сарайдан шығарып, Жумонг хан жерленген үңгірге апарып тастайды. Хюль ер жеткенше сол жерде өз тегін білмей, қабырғаға суреттер салып өмір сүреді. Бойында Жумонг ханның қаны болған ол үшін мұндай мағынасыз өмір қызық болмай, үңгірден қашып кетеді. Ол үшін сырттағы әлем өте қиын болды. Себебі ол ата-анасынан белгі болып қалған алқасын қарақшыларға ұрлатып өлімше халге түскенше таяқ жеген еді. Оны ағасы Хюль ылғи сырттай бақылап жүретін. Оның бұндай әлсіз болғанына уайымдаған ағасы оны сарайға әскер қатарына өзінің көз алдында ұстауға тырысады. Бірақ ағасының бұл әрекеті Хюльдің маңдайына жазылған тағдырдың іске асуына себеп болды. Ол кезінде алқасын алып кеткен қарақшының ізінен түсіп жүріп, байқаусызда Пуйо шекарасынан өтіп кетеді. Оны бұл ісі үшін өлтірмек әрекет еткен Пуйо шекарасы сарбаздарына ағасы Хюль шабуылдап, інісін құтқарып алған деседі. Сол уақытта сыныққа сылтау іздеген тесо хан когуреға шабуыл жасайтынын айтып, немесе Хюль ханзада келіп қатесін мойындап, өзін өзі өлтіру керек деген талап қояды. Юрий хан соғысуға бел буып, дайындық жасап жатқан уақытта Хюль ханзада елі үшін өзін құрбан етеді. Осылайша ізін жалғар мұрагерсіз қалған Юрий Хюльді сарайға алдырып, оның өз ұлы екенін айтады. Шындықты қабылдағысы келмеген Немересі елден кетіп қалады. Бірақ ол тесо патшаның жендеттер дайындайтын жасырын ұйымына қолға түсіп қалады. Бұл жендеттер жайлы тарихта анық жазылмаған, тек болжам ғана көрсетіледі. Осыған қарамастан Хюль осы ортада жүріп, өзін әскери тұрғыда керемет дамыта білгені жайлы тарих беттері баяндайды. Арада уақыт өте келе Хюль Немересінің қамалына қайтып оралып, ағасын өлімге итермелеген тесоны өлтіріп, ел ішіндегі хан билігін мойындамайтын уәзірлерді өзіне бағындыруға әрекет жасайды. Бірақ бәрі оның қалағандай болмады. Немересі сарбаздарымен бірге сарай сыртында болған уақытта Немересінің бекінісінде орын алған көтеріліс кесірінен әкесі Юрий қайтыс болады. Көтерілісті түбегейлі тоқтатып билікті қолына алған оның алдағы мақсаты Пуйо елін бағындыруға жорықтай жасай бастады. Оның нәтижесінде 3 жылы тесо ханды өлтіріп жерін өз қарамағына қосады. Немересі негізінен 60 жылға созылған ел ішіндегі тұрақсыздықты қалыпқа келтірген жан. Сонау Жумонг патшаның кезінен ел ішіндегі ірі тайпа көсемдері ыңғайы келсе патшаны тақтан құлатуға әрекет ететін еді. Бірақ Немересі таққа отырар алдын болған көтеріліс кезінде барлық арам пиғылды жандарды өлтіру арқылы ел ішіндегі бүлікті толық басқан еді. Ол да тасы Жумонг сияқты хан патшалығын бағындыруға көп күш жұмсады. Әсіресе хан елінің лауазымды адамдары өмір сүретін Накнан жерін жаулап алуға көп күш жұмсаған еді. Оның бұл арманын баласы Ходон орындап, елінің қуатын арттыра түсті. Бір өкініштісі, сол Немересі ханнан соң билік Ходон ханзадаға емес, екінші әйелінен туған Мабонға берілді. Осылайша 100 жылға жуық уақыт маңайындағы елдердің үрейін ұшырған когуре елі Мабонг ханның тұсында әлсіреп кетеді. Оған себеп асқан қатыгездігі мен тәкаппар мінезі болды. Хюль хан маңдайына жазылған ауыр тағдырға қарамастан елін бір жүйеге келтіріп,
тұрақтылық сыйлай білген хан ретінде тарихта қалды. Егер де сіз тесо хан жайлы видеомызды әлі көріп үлгермеген болсаңыз, төмендегі сілтеме арқылы өтіп көре аласыз. Видео ұнаса лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Сіз үшін оттаймыз.